Сәлем достар, YouTube каналға қош келдіңіздер. Бүгін тауық филесінен тез дайындалатын өте оңай тағамды дайындаймыз. Пиязды кішкентай кубик етіп тураймыз. Тауық филесін үлкендеу етіп кесеміз. Қызып тұрған майда ең бірінші пиязды қуырамыз. Дәміне қарай кішкене тұз себеміз. Пияз кішкене қуырылып болғаннан кейін осының үстіне тауық филесін салып жақсылап араластырамыз. Бетін жауып орташа отта пісіреміз. Осылай қайнап, жаңа су шыққаннан кейін жақсылап бір араластырамыз да тағы 10-15 минутқа бұқтырамыз баяу отта. Содан кейін дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамыз және чеснокты теркадан өткізіп қосамыз. Осыны жақсылап араластырғаннан кейін үстіне 20% сливки құямыз. Содан кейін қақпағын жауып қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін осылай қақпағын ашып 1-2 минут тағы қайнатамыз. Сонымен біздің тамақ дайын. Енді осының қасына спагетти не болмаса күріш пісірсеңіздер болады. Бізде балалар спагеттимен жақсы көреді. Осылай өте оңай, тез дайындалатын тағам. Осының үстіне енді сырды теркадан өткізіп жіберіп сепсеңіздер, одан да күшті дәмдірек болады. Ал мен кейде өзім жанына гарнирге осылай брокколиді суға пісіріп жеген ұнайды. Өте оңай рецепт, қарапайым, тез жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар.